Саламатсыздар ма, Роза апай? Қайырлы күн, ұстаздар, Рахмет. шәкірттер. Қалайсыздар? Өте жақсы апай, тамаша. Мынандай бір жұманың, осындай бір жұмада қасиетті күнде бір әдемі, салиқалы сұхбат болады деп ойлаймын. Берері мол, тағылымы мол сұхбат болады бұйыртса. Рахмет. Онда бастай берейік, Жақсы. Саламатсыздар ма, ұстаздар? Осы конференцияға қатысушы, сұхбатқа, әдеби танымдық сұхбатты тамашалаушы оқушылар, әріптестер, бәріңізге сәттілік тілеймін. Бүгінгі жұма қасиетті жұма қабыл болсын дегім келеді. Бүгін бізде қонақта өзінің алтындай уақытын қиып, сұхбаттасуға рұқсатын беріп отқан Роза апайға үлкен алғысымызды білдіреміз. Ол кісі өзінің бір сөзінде айтқан екен, жазушының жаны таза, ақылы сергек деп айтады. Яғни, сіздей жаны таза, ақылы сергек жанмен кездесіп отырғаныңызға өте қуаныштымыз. Роза апайды бәріңіз жақсы білесіздер. Кешеде оқушыларға біздер Роза апаймен кездесеміз дегенде бірден мәңгілік бейненің авторы ма деп сөйтіп сұрап жатыр оқушылар. Яғни ол сіздің төл құжатыңыздай шығармаңыз. Мәңгілік бала бейне десек Роза апайды елестетеміз, Роза апай десек мәңгілік бала бейне есімізге түседі. Енді жалпы Роза апай ол танымал жазушы, ақын, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, халықаралық Алаш сыйлығының иегері. Енді бүгін Роза апайға мен алғашқы сұрағымды қойғым келіп отыр. Апай, сіздің ілгердегі сұхбаттарыңызды мен тыңдап отырғанда, балалық шағыңыздың сондай бір мазмұнды айтқан екенсіз. Соның ішінде әсіресе кішкене қулық жасап, жаңағы үйдегілерге, басқа бауырларыңызға жұмыс жасатып қою үшін, үйдің жұмысын тындыруды соларға тапсыру үшін бір уақыт қойылымдарда ойнап, әртүрлі Әлияның, Мәншүктің образын сомдағаныңыз, тіптен оны ауыл жұртының да келіп тамашалағанын айтасыз. Соны мен ойлаймын, енді бір жағынан өзіңіз айтасыз, менің бас ұстазым әкем, менің әдебиет әлеміне келуіме әкем ықпал етті деп. Жаңа қойылымдарда қоюыңызға қарай отырып, мүмкін сізде бала арманыңыз, түпкі бала арманыңызда бір актриса болу деген нәрсе болды ма екен деп ойлап қоямын. Осы балалық шағыңыз жайында айтып өтсеңіз. Гүлзатжан, рахмет. Қайырлы күн, шәкірттер, ұстаздар. Бүгін сіздермен кездескеніме өте қуаныштымын. Мені кездесуге шақырып жатады осы елордадан, Нұр-Сұлтан қаласынан, жан-жақтан. Соның ішінде кейбіреуіне уақытым болып жатады, кейбіріне уақытым көтере алмай жатады. Сондай сіздер жақтан, Ақтөбе жақтан осындай дарынды балаларға арналған мектеп бар бізде. Сол мектеп шәкірттерімен кездессек, осындай үлкен қастерлі, қасиетті мектебіміз бар, Құсайынов атындағы. Дегеннен кейін мен сондай қызықтым, дарынды балаларды көргім келді. Бүгін сіздерге уақыт бөлгім келді. Ұстаздарға, дарынды қазақтың дарынды балаларын оқытып жатқан ұстаздарымызға, шәкірттерімізге құрметпен қараймын сіздерге. Іске сәт. Енді жаңағы ұстаздарыңыздың сұрағына жауап беретін болсам, шынында сіз дөп түсіп айтып отырсыз. Мен актриса болғанды армандадым. Қазірде жастардың бір өнерге, сахнаға құштарлығы сияқты жаңағы сондай бір артист болсам деп. Содан үйдегі біріншіден ата-анам қарсы болды. Онан кейін ол кісілерді тыңдайтындай жаңағы сәл еркелеу болсам керек, өйткені 7-ші сыныптан бастап мынау Қазақстан пионері, Балдырған, өзіміздің облыстық газет, аудандық газетке шығып, емін-еркін жаңағы өзімнің сыныптастарымды мойындатып жүрген кезім болатын. Соны осы артистің оқуына барам деген кезде ата-анам маған қарсылық жасады. Содан бір күні ел жақтан атам келді, нағашы атам келді. Сонан кейін биыл Роза бітірейін деп отырсың, қандай оқуға барасың? Жазда Алматыға кетесің ба деді. Сосын иә,
мен әртістің оқуына барайын деп жатырмын дедім. Сосын әкем мен анама қарады, нағашы атам. Сосын ол кісі екеуі айтты, енді біздің сөзімізге құлақ асайын деп отырған Роза жоқ, осы әртістің оқуына барайын деп сөйтіп отыр, енді біз тыңдамайды деді. Содан атам маған айтты. Ол кезде енді үлкен кісілер, дәстүрді, салтты жақсы білетін, тәжірибесі мол аталарымыз ғой. Соның нағашы атам маған сен әртістің оқуына барма деді. Әртіс деген ол енді мынау қыз бала болғаннан кейін ертең отбасылы боласың, отбасыңа, бала шағаңа, ұрпағыңның тәрбиесіне қарауың керек болады, ата енең болады, сонда сен немене желпілдеп әртістің ойынын ойнап сөйтіп жүресің бе қыз балаға. Сосын өзі мынау әртістердің тағдыры деген өзі әртүрлі болады. Шынын айтқанда маған осы әртістердің тағдыры да ұнамайды. Бір жолы қиын, өнердің ең бір ауыр жолы бұл деді атам. Содан мен жаңағы тамағыма бірдеме кенелгендей болып, жылағым кеп, бір жағынан ыза болып, жаңағы сөйтіп тұрдым. Сонда атам көрген болу керек, сосын айтты, айналайын, мен саған батамды берейін. Мен саған бата берем, сен әртістің оқуын барма, әртістің оқуын қой деді. Ал біз үлкендерді пір тұтқан ұрпақпыз ғой. Сондықтан атамның жаңағы мен батамды берейін, сен бақытты боласың. Бірақ осы әртіс деген ауыр жолда алмай-ақ қой тағдырыңа дегеннен кейін мен атам кеткеннен кейін ойланып, содан әртістің оқуына баратын емтихан менен журналистика факультетіне баратын емтихан екеуі бір екен. Екеуінен де шығарма жазу керек екен, екеуінен де жаңағындай не тапсыру керек екен, әңгімелесу тапсырады бірінші. Эссе жазасың, сонан кейін жаңағы тарихтан, қазақ әдебиетінен емтихандар бірде екен. Содан жарайды деп, мен онда осы өзімнің жазып жүргенім бар. Мен журналистика факультетіне оңай түсем ғой, енді әртістің оқуына түсе алмай да қалуым мүмкін. Осы журналистика факультетін алайын, болашақта жазушы болам, әртіс болмасам жазушы болам деген арман, мақсат болды. Бірақ адам тағдыры қызық қой. О баста жақсы ойлаған, жақсы нәрсе армандаған, жақсы мақсат қоя білген адамға Алла мүмкіндік береді. Мен әртіс болмаған менен, актерлар мен керемет ұлы тұлғалар менен. Драматургия жазғаннан кейін театрда сенің шығармаңды, драматургиялық шығармаңды, пьесаларыңды қояды. Кімдер қояды оны? Әрине, актерлар қояды. Сондықтан мен Фарида Шарипова сияқты, Бикен Римова сияқты, Хадиша Бөкеева сияқты, Мүлік Сүртібаев, Меруерт Өтекешева сияқты қазақтың сахнадағы ұлы ірі тұлғалары менің шығармаларымда ойнады. Сонда жаңағы кейбір пьеса жүріп жатады, репетиция жүріп жатады ғой. Сондай кезде жаңағы үлкен апаларым, Роза, міне жерін біз дұрыс ойнадық па, мына сөйлемді дұрыс айттық па дегенде мен ұялам ғой. Мен осы кісілер сияқты армандадым, мынандай ұлы тұлғалар мына жер дұрыс па деп айтып отырған-ай деп жаңағы қызарақтап, ұялып. Сондай тұтқан адамдарменен Алла маған мүмкіндік берді. Күні бүгінге дейін актерлармен, актрисаларменен, шығармашылығыменен жұмыс істеп жатырмын. Рахмет, Роза апай. Бәрібір осы жаңағы театр ауылынан алыс кеткен жоқсыз деп, балалық арманыңыздың бір шеті болса да айту орындалғандай. Және ол үлкен, жаңа екінің бірінің қолы жете бермейтін үлкен бір жетістікпен орындалды деп мен нық сеніммен айта аламын. Енді Роза апай мысалға тағы айта кететін нәрсе,
Әзілхан Нұршайықов айтқан екен, Розаның әңгімелерін оқысаң, бас көтертпейді дейді. Мен жалпы сіздің шығармаларыңызды, әңгімелеріңізді оқи отырғанда, кейбір жазушылардың әңгімелерін оқығанда, мысалға бір әңгімеден бір әңгімеге тез өтесің да, ал мен сіздің әңгімелеріңізді оқығанда менде ондай болған жоқ. Әрбір әңгімеңізді оқығаннан кейін бір кішкене бір ой үстінде, толғаныс үстінде жүрдім. Мысалға Құдірет Күйін оқығаннан кейін, өзім де бала тәрбиелеп отырғаннан кейін өлең шешенің ішкі күйзелісін өте жақсы түсіндім. Одан кейін мысалға жаңағы күнәні оқығаннан кейін тіптен 2-3 күнге дейін мына кітабыңызды шамалы кішкене қолға ала алмай кеттім. Кішкентай нәрестенің жағдайы, ол жерде өзін кінәлі санап өмір бойы мінәжат етуі мені ерекше бір ойға шомдырды. Кешір мендегі Сейіттің жағдайы болсын, Сарқаншақ иттің ахуалы, бұның барлығы жаңағы адамды бір үлкен бір ойға жетелейді екен. Сіздің шығармаларыңыздың мазмұнының тереңдігі неде екен? Рахмет. Негізі француздың ұлы жазушысы болған Андре Маруа деген. Сонда айтады, жазушының жалпы адамның іші толған драма дейді. Соны жарыққа шығару жазушылық деген. Ішкі дүниеңді, ішкі арпалысыңды, ішкі жаныңның жұмбағын, ішкі болмысыңды жазуға айландыру. Енді жас кезде тәжірибе көп болмай жатыр. Сондықтан көп жағдайларда көзім көп нәрсеге жете бермейді, ақыл парасатың жете бермейді. Ал кемелденген уақытта сен шаршап қаласың, жазам деген дүниелеріңнің көбі бітпей қалған сияқты арманда кетіп бара жатасың. Сондықтан көп оқып, көп түйіп, мынау жас балалар үлкендерменен әңгімелесіп, үлкендердің сөзін тыңдап, біздің мынау өзіміздің қолымыз жете бермеген кезінде тыйым салынған әдебиеттерді оқып, тарихты оқып, жетіле беру. Сондықтан адам кемелдене беру керек. Кейбір адамдар өте ақылды болып, тумысынан ақылды болып жаратыла салады ғой. Маған үлкендердің сезімі, үлкендердің мұңы, солардың айтқан, мысалы әжелеріміз сол кезде мұңлық зарлықты айтатын, еңлік кебекті айтатын, соларменен соны тыңдап отырып, солардың кейде байлауышының ұшына көз жасын сүртіп қойып, аңыз әңгімелерді айтып отырғанмен қоса соларменен өмір сүріп, бір театр көріп отырғандай болатынмын мен үлкендерді тыңдағанда. Елбасына күн туған кезде, аштықтың кезінде Қытай жаққа алып бара жатқанын, одан ол жақта қуғын сүргінге ұшырап, атамекенді сағынып, атамекенге деген сағынышыменен, зарыменен атамекенге қайта келуі, осы тарихтың барлығын ол кезде тарихтан оқи алмайсың, бұны үлкендердің аузынан естідім. Үлкендеріміз біздің энциклопедияға бергісіз үлкендер еді ғой. Сондықтан көп жағдайда мен солардың мұңымен мұңдасып кеткен шығармын. Көп жағдайлар сол кісілер есейтіп жіберген шығар деп ойлаймын. Сондықтан сол естігенім, сол интонация солардың жүрегіменен айтқан, мұңымен, қасіретімен шерткен. Менің анау жазған шерменде деген, жаңағы сіз айтып отырған күнә деген әңгімелердің барлығы бала кезімдегі сюжеттер. Сол аталарымыздан, әжелерімізден құлағымда қалған, санамда сақталып қалған, жүрегімнің түбінен бір орын алған, соны есейе келе қаламменен әуестеніп әңгіме жазып, шығармашылықпен айланса бастаған кезде, маған сол баяғы бала кезімде естіген дүниенің барлығы қайтардан келіп, қайтардан жаңаша көзқараспен, жаңа бір серпіліспен шығармаға айналды. Үлкендерден естігеніңіз,
көргендеріңіз, түйгендеріңіз шығармаға әдемі арқау бола білген екен. Және осы жерде тыңдап отырған оқырмандар, апайдың оқырмандары, тыңдармандар, Роза апайға қоятын сұрақтарыңыз болса, дайындап отырсаңыздар да болады, немесе чатқа да жазып отырыңыздар. Роза апай, осы сіздің кейіпкерлеріңізді байқап отырсам, көбісі мұңды, жалғыздықпен дос екен. Соны мен ойладым, Роза апайдың достары бар ма екен? Өзі ілгердегі бір сұхбатында Жүсіпбек Қорғасбек, Асқар Алтай достарым депті. Бірақ кейіпкерлерінің көпшілігі неге жалғыздықпен дос екен деген ой келді. Осы жайында айтып өтсеңіз. Расында өте күрделі сұрақ. Адам о баста дүниеге келген кезде анаңның құрсағына жалғыз түсесің. Одан дүниеге келгенде дүние көзін жалғыз боп есік ашасың. Дүниеден кеткенде де жалғыз боп кетіп бара жатасың. Жалғыздық, меніңше жалғыздық адамды көп ойлантады. Айқын мақсаттар қоя біледі. Қалың дүрмектің арасында, қалың көпшіліктің арасында, ойын сауықпен, достармен, күнде жиын, күнде той, бұл адамды көп, ол да әрине керек шығар өмір болғаннан кейін. Бірақ адамның есеюіне, адамның кемелденуіне жалғыздық ой салады. Жалғыздық деген өзі мұң ғой. Мен мына әке шешем мені бала кезімде музыка мектебіне берді. Содан мен сол музыка мектебінде қобызды таңдадым. Сон қобызды таңдап, қобызды көтеріп үйге келіп едім. Екеуі тағы да ұрысты. Менің сыншым екеуі болатын. Екеуі қобыз дегенді қайдан таптың? Мынау қобыз деген бақсы балгерлердің ұстайтын дүниесі. Бұл немене бәле бұл? Анау фортепианоға бармайсың ба, скрипкаға бармайсың ба? Мынау қобыз деген қалай өзі бір дауысы да өзі күңіреніп деп. Содан қобызға бармайсың деді, жарайды бармайым дедім де, бірақ ата-анамнан ұрланып қобыз классында жүрдім. Ол кезде музыка мектебі 18 рубль ма, сондай өте бір көп ақша сол кезде. 18 рубль ақша төлейді. Әлгінің несінің бәрі жиналып ақша. Маған ұстазым беріп тұр, сен міне мынанша қарыз, мынаны ата-анаң апарып көрсет деп. Сонан кейін үйге келіп, жаңа қобыз ойнап отырдым, екеуіне қалай айтарымды білмей, ата-анам мұғалімдерде енді көп айлық бола бермейді. Содан қобыз тартып отыр едім, екеуі келіп, екеуі айтты, сен қандай қобызды керемет тартасың? Сен мына қобызға барып жүр екенсің ғой, сен үйреніпсің ғой. Осы қобыз классына енді сен бара бер. Сен қобызды жақсы тартады екенсің, таза тартады екенсің. Сосын айтты, мендеше міне мынандай ақша төлеу керек. Содан екеуі әлгіні қарап, жарайды енді. Сенің жолыңды, арманыңды кеспейік. Қобызда киелі аспап қой, ақшаңды төлейік деп. Содан мен қобыздың үні, осы күнде ойлаймын, бір ғарыштық үн, қобыздың үнінде қобыздың өзі бір философия, қобыз өзі бір абыз сияқты, көпті көрген қарт сияқты, көп нәрсені айтып отырады. Содан менің ата-анамнан кейінгі тәрбиешім қобыз болды. Сон кейбір мына жазған дүниелерімнің барлығы кішкене мұңға, жалғыздыққа сайып кетсе, сол қобыздың да әсері болуы мүмкін. Маған бірде әкем айтты, жарықтық. Сенің жазған, мен студент кезімде журналдарға шығып жүремін, соны айтты, сенің жазғандарының бәрі бір түрлі. Маған ұнамайды. Өйткені ол кісі әдебиетші болатын. Өте ауыр, бір мұң жатқан. Неге сен осындай нәрселерді жазасың?
жап жассың, қалай осы нәрсенің осындай бір шер, неге бұлай деп, бұндай нәрсе жазба, сен көңілді нәрсе жаз деп. Содан мен әкемнің айтқан сынын бір жағынан қабылдап, бір құбыжық деген әңгіме жаздым. Соны жазып, соны қазақ әдебиетіне шықты. Соны әкем елден тілші алып жатыр. Роза, балам, мен мынау әңгімеңді оқып, шек сілегім қатып, бір риза болып саған. Сондай бір рахаттанып оқып отыр едім, ең соңында жылап қалдым. Бәрібір мұң, бәрібір. Сон кейіннен енді мәңгілік бала бейне өздеріңіз оқып жатқан сол жазылды, ол фильм болып түсірілді. Оның ар жақ бер жағында әңгімелерім шығып тұрды, шығармаларым. Содан бір күні Фариза апай, өздеріңіз білесіздер, қазақтың ұлы ақын қызы, сол кісі үйге звондап тұратын. Сонда Розажан, не жазып жатырсың, не істеп жатырсың деп сұрайтын жиі. Сон бір күні апай ауырып жүрді, Германиядан келді. Сосын маған айтты, мен саған бір ақыл айтайын деді. Сенің жазғандарың бәрі маған ұнайды. Бірақ көңілді нәрсе жазу керек екен. Мына айналаңдағы адамдарға қуаныш шашып тұратын, қуаныштың нұрын шашып тұратын, бір керемет көңіл күй, бір керемет шуақты сезім сыйлау керек екен, Розажан. Мен өлеңдерімде, шығармашылығымда, өзімде, менде мұң көп болды, деді Фариза апай. Сол мұң мүмкін қарайып жаныма дақ болып түсті ме екен, мен осындай дертке ұшырап қалдым. Негізі біз адамдарды қуанта білуіміз керек. Сен бұдан былай мұңды дүниені азайт, жанға шуақ беретін, адамдарды, оқырмандарымды қуантатын сондай сезім, сондай дүниелерді жаз, деді. Апайдың сөйтіп айтқаны есімде, бірақ енді білесіз ба, адам ол шын жазушы, шын суреткерге Алладан келеді. Ол қуаныш па, ол мұң ба, шығармашылығы солай түзіледі. Сондықтан мен кейде ойлаймын, күлкі арзан, бәлкім. Адамдардың көңілін көтергенде дұрыс шығар, бірақ адамдарға мүмкіндігінше ой сала алсаң, ойланта алсаң, тереңге апара алсаң, жан дүниесін, сезімін кемелдендіре алсаң, жіберіп алған кемшіліктерін көріп отырса, ол әттең мына кемшілік менде де болды, мына кейіпкер сияқты. Мен де осындай күнә жасадым ау, менде де осындай азап болды ау, мынау мен екен ғой, мынадан шығар жол мынандай екен ғой, бұлай жасауға болмайды екен ғой, бұлай жасау күнә екен ғой, деп оқырманды сәл ойлантып, тереңдетіп отыру үшін де кейде мұң керек болады ғой деймін. Осы енді бұл сұрақ. Яғни мұң, жалғыздық мәселесі бұл сіздің өзіңіздің стильдік ерекшелігіңіз, өзіндік қолтаңбаңыз деп ойлаймын. Енді Роза апай жаңа қобыз жайында айттыңыз, оны жаңа арнайы мектепке барып, кәсіби деңгейде тартып, бірақ соңғы рет ұлыңыз Алпамыстың 1 жасында қолға алдым дейсіз. Содан кейін қобызды қолға алдыңыз ба? Сағынасыз ба қобызды? Иә, мен қобызды жалпы тартпай кеткенім Алпамыстың дүниеге келуімен байланысты болды. Осы қобызды негізі Алпамыстан бұрын бұл енді қобыз ойнап отырғанымды мына сатып алды Нарымбетов деген қазақтың ұлы кинорежиссері бар, білесіздер, иә? Сол кісі мәңгілік бала бейнені фильм ретінде жаңағы кино сценарийін жазсаңыз, осыны
фильм қылып түсірсек, міне қаншама уақыт бойы керемет жақсы халық қабылдап жатыр, мен енді арманым осыны фильм қылғым келеді деген ұсыныс болды. Содан осыны қыз жылаған деген атпенен фильм басталып кетті. Соны бір күні ол үйге келді, ол жаңағындай режиссер ретінде ақылдасу, жұмыс істеу процесі жүріп жатыр. Соның ағаңа, әкім ағаларыңа, әкім Тарази ағаларыңа айтыпты. Сіз айтасыз ба Рекеңе, біз мына фильмді бастадық, үлкен жоба. Рекең осы қобыз тартуын қойса, қобызды сондай жақсы тартады, бірақ фильмді түсіріп болайық, сонан кейін қобыз тарта берсін деп. Соны ағаларың айтты, және айтыпты, қобыз мұң шақырып тұрады деп. Сосын ағаларың маған айтқаннан кейін жарайды, енді онда тұрған ештеңе жоқ, маған қиын емес, фильм түсіріліп біткенше қобыз тартпауыма болады деп. Содан фильм түсірілді, жақсы қабылданды. Ол кісі маған айтты, Реке, мен сізге арнайы қобыз жасатып жатырмын консерваторияда. Жаңғақтың ағашынан өте әдемі шеберге заказ бердім. Өйткені сізге қаншама уақыт бойы мен қобыз тартуыңызға тыйым салдым, сіз 2 жылдай қобыз тартпадыңыз. Енді бір сағынышыңызды алыңыз қобыздан, тартыңыз деп. Содан керемет әдемі жаңағындай шебердің жасауымен футлярға салып, ана струналарының барлығын тігіп алып келді. Сондай риза болдым. Тарттым қобызды. Үні де керемет. Содан тұрды. Аяғым ауыр болды. Дүниеге алпамыз келді. Қобыз ойнауға уақыт болмады. Алпамысым 6 айлық кезінде ғой деймін, құйрығын қойып отыратын кезі. Сол кезде жаңағы бір алдандырғым келді, бірде жаңаша бірдеңемен. Соны қобызды футлярынан алып жаңағындай қобызды тарта бастап едім. Ой, бала жылады. Жаңағы 6 айлық бала сондай жылады, шошып кеттім. Бәрін жауып қоя салдым. Басқадай алдан бірі уатып. Соны балам айтады ғой. Қысқасы мен сонан кейін алпамыс жылағаннан кейін мен қобыз тартпадым. Соны осы күнге дейін айтады ғой. Менің сол сарын қобыздың әлі есімде дейді. Мен айтам, қалай сен есіңде болды, ол сен 6 айлықсың ба, кішкентайсың. Қобыз тартқан кезде менің басымнан аяғына дейін бірдеңе маған әсер етеді. Осы күнге дейін мен қобыздың дауысын аса ұнатпаймын деп. Сондықтан қобызды мен сол бойы ақыры суындым, 10 жылдай болды, 20 жылдай болды, ұзақ уақыт болды. Бірақ менің машинемде, машина айдаймын ғой, сонда менің көлігімде Қорқыттың қобызға арналған бүкіл күйлері жүреді. Мен жазуды сағынған кезде, жаза алмай жүрген кезде, жазғым келгенде, мен қобызды тыңдаймын. Қобызға арналған күйлерді тыңдаймын. Менің жан сарайым ашылып, рахаттанып, қанаттанып, жерден сәл көтеріліп, көкке жетпейтін бір сондай бір сезім болады. Сөйтіп қобыз маған көмекке келеді. Жалпы қобыз маған өте жақын, себебі мен Казгуге оқуға түсе алмай тұрдым. Конкурстан балым жетпей тұрды. Сол кезде Қожакеев деген біздің профессор деканымыз болды. Сон Қожакеев маған бір кісілер айтты, мына балада жарты балл жетпей тұр деп. Әй, сен жазғаннан басқа қолыңнан не келеді деді. Өйткені мен 7-ші класстан бастап жазып, жаңағы республикалық газеттерге жазып жүрген едім ғой. Жазудан басқа не келеді сенің қолыңнан деді. Қобыз тарту келеді дедім. Қобыз тартасың бе сен? Әй, мына біз журналистика факультеті болғалы, бізге қобыз тартатын қыз келмепті. Анау Савицкий деген проректорымыз жылда жаңағындай бізді жиналысқа салып, оркестрге адамдарың жоқ, оркестрде домбыра тартатындарың жоқ деп ылғи айыптаушы еді. Ал енді Савицкий риза болсын, мына қызды ал, қобыз тартады екен, оркестрге баратын болады деп.
сөйтіп менің оқуға түсуіме де қобыз себепкер болды. Сондықтан қобыз киелі аспап, қобыз ерекше, қобызда ғарыштың үні бар, қобызда қазақтың мұңы бар. Бірақ тыңдай, тартпағалы көп болды. Тартпайтын шығармын. Немерелерім тартатын шығар болашақта. Яғни жалпы қобыз, өзіңіз дұрыс айттыңыз, қобыздың үнінде бір философия бар, пәлсапалық ой бар деп. Бәрібір сіз одан қашып кете алмай жүрсіз деп ойлаймын. Енді бәрі жаңағы Қорқыттың күйлерін машинеде тыңдап жүремін дейсіз ғой. Бәрібір әйтеуір бір жаныңызда бір іздеп тұр бәрі жаныңыз деген келеді. Енді Роза апай, енді осы жаңа сұхбатымыздың үлкен бір негізгі бөліміне келе жатырмыз деп ойлаймын. Жоғарыда айтып кеткен, сіздің әрбір жазушының өзінің паспортындай бір шығармасы болады. Мысалы, Абай жолы десек, Мұхтар Әуезов, Оянған өлке десек, Ғабит Мүсіреповтің елестейтін сияқты. Сіз де жақсы біліп отырсыз, сізге сұхбаттарда көп қойылатын сұрақ, көп айтылатын тақырып, мәңгілік бала бейне. Жалпы осы жаңартылған білім мазмұны бойынша оқулықтарға авторларда өзгеріс болды. Мөңкебейдің шығармаларын және өзіміздің жерлес жазушымыз Қажығали Мұхаммедқалиұлының шығармаларын және сіздің есіміңізді көріп, біздер өте қатты қуандық. Мәңгілік бала бейнеде бұрын оқушыларымыз түрлі байқауларда мәңгілік бала бейнедегі Ләйланың образын сомдап жүретін. Енді ол жаңағы тек керек оқушы ғана сахнаға шығу үшін дайындалатын болса, енді класс түгел оқитын болды деп қуандым өз басым, шынына келгенде бәрі оқиды, бұл да бір жақсылықтың нышаны шығар деп. Жазушы Жүсіпбек Қорғасбекұлы, жаңа өзіңіздің досыңыз айтқан екен, жалпы Роза тақырыпты қапсыз дұрыс тапқан сияқты, яғни Семей полигон тақырыбын қозғауы жаңағы тақырыпты дәл таба білуінде жатыр деген екен. Сонымен бірге айтады, бұл мәңгілік бала бейне ол қасірет жайында болғанмен онда бір сыршылдық бар дейді. Жалпы осы енді мына жерде шәкірттер тыңдап отыр, осы мәңгілік бала бейненің жазылу тарихы, оның әрі қарай тағдыры жайында айтып берсеңіз, шығарманың тағдыры жайында. Рахмет. Мынау жазушылардың барлығының айтатын бір сөзі бар екен. Ол менің ең жақсы шығармам әлі жазылған жоқ деп. Мәңгілік бала бейне бұл оқырмандар мені таныды осы шығармам арқылы. Оқырмандар қызықты, көрермендердің қызығушылығы оянды. Бұл әдебиет деген үлкен даңғыл, қасиетті жолға, сапарға шығуға маған алғашқы берілген оқырмандардың куәлігіне айналды. Адам енді шығарма жазып жатқанда осы шығарма бір керемет шығарма болады деп ойламайды деп ойлаймын. Шығарманың қалай аяқталатынын да суреткер кейде кейіпкерінің тағдырының немен аяқталатынын да білмей қалады. Енді бұл шығарманың күрделілігі Семей полигонына қатысты. Мынау 40 жыл жарылыс болып, сол жарылыстан қайғы қасірет шеккен халықтың, ұлттың жағдайы. Маған бір сыншы әдебиет зерттеушісінің айтқаны сондай ұнады. Сонда айтты, бұл мәңгілік бала бейне тек қана Ләйла емес қой, апай. Ләйланың мұңы ғана емес қой. Бұл күллі бір ұлтты мәңгілік бала бейнеде қалтырудың жоспары, ұлтты өсірмеудің, ұлтты дамытпаудың, ұлтты құрсауда ұстаудың көрінісін көрдім деп
Сондықтан мәңгілік бала бейнені әркім көрермен, қарапайым көрермен өз көзімен көреді, оқырман өз санасымен қабылдайды. Ғалымдар өз зерттеулерінде баға береді. Осы әңгіме мынау әлемнің 6 тіліне рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша биыл әлемнің 6 тіліне аударылды. Сонда мен өзім бір жағынан қызығып, риза болғаным, француз, ағылшын, неміс әдебиет сыншылары, зерттеушілері мәңгілік бала бейнеге өте жоғары баға берді. Мәңгілік бала бейнедегі Ләйланың образы, бұндай образ әлем әдебиетінде жаңалық деді. Бұл енді менің бәлкім сол елдің топырағында, сол елдің қайғы қасіретімен мұңдас болғандығымнан да шығар. Сонан кейін мен мүмкін бұндай дүниені жазуға дайын болған шығармын. Бірақ осы шығарманы жазуға мұрындық болған Ләйланың Еңлік деген Семей полигонында өскен, қарауылда өмір сүрген 6 жастағы мәңгілік бала бейнеде қалып қалған 14 жастағы қыздың суретін көрдім. Сол сурет, сол фотосурет маған керемет әсер етті. Басқалардың барлығының мүгедектері көрініп тұр, жаңағы фото көрме болды, Семей Невада деген сол кездегі қозғалыс болып атты. Сонда бір қыз ерекше, еліктің лағындай сүп-сүйкімді бір қыз тұрды. Сонан кейін мен ойлаймын да, мынау басқалардың бәрінің мүгедектіктері бәрі көрініп тұр. Мына қыздың мүгедектігі жоқ қой, бұны неғып мына үлкен суретке іліп қойған деп жанына барып, жазбаны оқысам, жазбада жаңағындай жазыпты. 6 жаста мәңгілік өспей қалған 14 жастағы Еңлік деп. Жалпы мына жазушыға да, суретшіге де, өнер тудыратын тұлғаларға, композиторларға да өмірдің өзінің бір осындай ағыстарыменен бір әсер ететін жағдайлар болады. Осы әсер біраз уақыттан кейін, бір 6-7 айдан кейін ба, бұл мәңгілік бала бейнедегі Ләйланың образына айналып шықты. Бұл әңгіме қазақ әдебиетіне шыққан кезде, қазақ әдебиетіндегі үлкен тұлғалар, менің ағаларым бұл әңгімені өте жоғары бағалады. Жәнібек Карменов деген ағамыз болды, марқұм. Сонда сол кісінің айтқаны бар еді: апра, мынау бұл қызды мен білем ғой. Бұл қыз маған мектепте қазақ әдебиетінен сабақ берген мұғалімнің қызы. Осы мына әңгімені оқып отырғанда мен, Роза, сондай әсерде болдым деп, таңертең ерте жазушылар одағына қазақ әдебиетін, менің шыққан әңгімемді 2 бүктеп алып кеп, Жәнібек ағай біраз әңгіме айтты. Полигондағы халықтың тұрмыс жағдайын, ахуалын, денсаулығын, үлкен қасіретті бастан кешіріп жатқан. Мәңгілік бала бейне солай туды. Кейіннен қазақтың әйгілі режиссері, театр режиссері Болат Атабаев осы Ләйланы сахнаға шығаруым керек деп ұсыныс жасады. Сөйтіп мәңгілік бала бейне спектакльге айналды. Енді қарасаңыз, мәңгілік бала бейне алғашында қазақ әдебиетіне әңгіме болып шықты, онан кейін спектакльге айналды, онан кейін Қыз жылаған деген кино туындыға айланды, бүкіл дүние жүзін аралап келді, халықаралық кинофестивальдеріне қатысты, жүлделі орындар алды. Мұнан кейін мен бір мәңгілік бала бейнедегі Ләйланың образын кілемге, гобеленге жасаған суретшінің жұмысын көрдім. Сонда ойладым,
бір Ләйланың өзі қаншама. Ләйлаға арналып ақындар өлең жазды. Ләйлаға арналып, кейіпкерге арналып. Сондықтан бұл менің бір әдебиеттегі жарқын, менің жұлдызымды айшықтаған, маған бір бақ болып қонған шығарма болды. Енді осы бір жыл болды ма, 2 жыл болды ма, мектеп оқулықтарына енгенін естідім. Қазір Қазақстандағы, біздің республикадағы барлық мектептерге 8-ші сыныптың қазақ әдебиетіне осылай қосылған екен. Бұл әрине менің үлкен әдебиетке келуіме жол ашқан алғашқы шығармаларым. Яғни қазақ әдебиетіне жаңа бір образ әкелдіңіз. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, бір өнер туындыларына арқау болып жатыр, иә? Назира Бердалы өлең арнаған екен, өзіңіз айтқандай. Енді жалпы бұл шығарманы сіз қазақ әдебиетіне жариялаған сәттен-ақ жаңағы ағалардан жақсы пікірлер естідіңіз осы әңгіме арқылы. Енді бұл шығарманың сахнада қойылымға айналып, оның да осы бәленбай жыл, мысалы ұзақ жыл, 20 жыл уақыттай аншлагпен өтіп жатқанын да білесіз. Жалпы сахнаға қойылған шығармалардың барлығы бірдей, ондай бір жаңағы биікте тұра бермейді. Осы бұл мәңгілік бала бейненің осындай өзінің биігінің сақтап қалуына, оның о басында талантты режиссер Болат Атабаевтың жаңағы қолына түсуімен мен байланысты ма деп ойлаймын. Сіз қалай ойлайсыз? Мысалы, Қыз жылағанды Сатыбалды Нарымбетовтің Әкім Тарази жұбайыңыз, атақты жазушы Әкім Таразидің ұсынысымен бастап түсірген екен. Ол жердегі мысалға актерлардың дұрыс таңдалуы, басты рөлдегі Аянат Есмағамбетованың ойлы көздері осы бір шығарманың детальдарын ашуға үлкен ықпалын тигізген шығар деген ойым бар. Сіз не айтасыз, Ораза апай, бұл жайында? 18 жыл бойы аншлагпен жүру әуезов театрында. Ол шығарманың деңгейін, қойылу деңгейін, режиссердің сахналаған деңгейін содан-ақ білуге болады. Мұнан кейін күні бүгінге дейін бізге мына өнер университетіне жүргеніпке, мына біздің ұлттық өнер университетіне келетін жаңағы үміткер болашақ актерлар осы Ләйланың монологын оқиды. Әдеби жаңағы нелерде, конкурстарда осы Ләйланың образын сомдап жатады. Соған қарағанда бір жолы болған шығарма. Әрине, бұнан кейін де мен жаздым біраз шығармалар. Ол Мысықтар патшалығы, үлкен гран-приді алды, жаңағы драматургия шетелдің жүлдесін алды. Сонан кейін Шатыр астындағы мен, Сара, ешкімге кінәлі емес сияқты драматургиялық шығармалар келді. Бірақ режиссердің өзінің қолтаңбасы болады. Режиссер менен автор екеуі тандем болған кезде, екеуі де автор ретінде, режиссер, драматург екеуі үндескен кезде үлкен шығармаға жол ашылады. Енді менің кейінгі шығармаларымды жас режиссерлар қойып жатыр. Олардың көзқарасы басқа. Талантты режиссерлар, маған мысалы Сара шығармамды қойған Гүлсина Мергалиеваның, Маңғыстаудағы режиссеріміз. Сонан кейін ешкімде кінәлі еместі қойған. Қазір Бопай ханым туралы Алла қаласа жуық арада жаңа театрымызда шығады. Соны қойып жатқан Жұлдызбек Мәскеуден бітіріп келген. Осындай талантты жас режиссерлардың толқыны келді бізге. Сондықтан режиссердің көзқарасы менен, режиссердің таланты менен, талантын талап етеді драматургия.
тек қана драматургтың ғана емес, драматург шығарманы жазады, ал енді соны сахнада көрініске қалай айландырады. Ол да өз алдына үлкен бір мектеп, үлкен мектеп. Сондықтан сіздермен Алла қаласа біздер осындай премьераларда кездесеміз. Астанаға келген кездеріңізде репертуарда тұрады. Менің Сара деген шығармам жүріп жатқанына 5 жылдай болып қалды, жақсы жүріп жатыр. Енді Бопай ханым, атақты Әбілқайыр ханның жары, Бопай ханым туралы қаңтардың аяғы ма, ақпанның басы ма, сол кезде Алла қаласа тағы бір көрермендерімізбен кездесеміз деп ойлаймын. Алла қаласа, бұйыртса жолымыз түсіп жатса, бас қалаға міндетті түрде барамыз. Көбірек жаңағы негізінен облыстық театрларға барып тұрамыз. Академиялық театр, Ғабит Мүсірепов атындағы жасөспірімдер театры, гастрольдік сапармен облысымызға келген уақытта жібермеуге тырысамыз, билет таппай жатамыз. Бұл да бір жаңағы жалпы халқымыздың, Ақтөбе халқының өнерге іңкәрлығы деп білемін. Жалпы Роза апай, жаңа өзіңіз айттыңыз, режиссер мен жазушының арасында тандем болғанда ғана, үндестік болғанда ғана осындай дүние, көркем дүние одан әрі қарай ашыла түседі, жарқырай түседі. Яғни енді кейінгі жазған шығармаларыңызына Фариза жайында айтқым келіп отыр. Жалпы осы драмалық шығарманы оқи отырып байқағаным, әйтеуір біздер бір жаңағы естеліктерден, бір жаңағы білетін, оқып жүрген бір ақпараттарды ақындардың өлеңдерімен көмкеріп, өзіндік бір драматургиялық шеберлікпен сезімге әсер ететіндей етіп жазған екенсіз. Фариза апамен өзіңіз жаңағы бір жағынан дастархандас болдым, аралас болдым, анамдай болды деп отырсыз. Осы туындыңыздың жазылу тарихы, сіз ол кісіні жете білгендіктен тез жаздыңыз ба, әлде ол да ұзақ уақыт алды ма? Осы шығармаңыздың өмірге келу жайында айтып берсеңіз. Фариза апай, мен жаңа сіздерге айттым ғой, 7-ші сынып оқып жүрген кезде мен мынау Қазақстан пионеріне, Балдырғанға шығып жүрдім, республикалық газеттерге. Сол кезде Қазақстан пионерінің бас редакторы Фариза апай болды. Сонда мен 7-ші сыныпта оқып жүргеннен бері соны бір 40 жылдан аса білген екенмін Фариза апайды. Кейіннен студент болдық. Фариза апайдың жанына жақындауға қорқатынбыз, пір санайтынбыз. Соны кейіннен Фариза апай өзі іздеді, Фариза апайға амандасуға бардым. Содан кейін бір жылылы ұстаздық, ақылшың, сырласым болғандай болды апай. Бірақ мен айтар едім, Фариза апайдың маңайында ақын қыздар көп болды. Мен Фариза апаймен күндіз түні дос болып, күндіз түні сырласып, күндіз түні бірге жүрдім десем, ол өтірік болады. Біз жиналыстарда, үлкен дастархандарда, үлкен жиналыстарда, бір кездесулерде апайменен кездесіп жататынбыз. Бірақ апай үлкен басыменен, сондай бір мәдениеттілігіменен, өзінің ақыл парасатыменен іздеп отыратын. Сол біраз қыз жігіттерді шығармашылықта іздеп отырды ол кісі деп ойлаймын. Соның бірі мен едім. Апай үйге телефон шалатын кейде. Не жазып жатырсың, неге көрінбей кеттің, неге үндемей жатырсың, неге шығармаларыңды театрдан көрмей жатырмын деп жаңағы сондай бір нелер айтып отыратын маған, ақыл айтып отыратын. Осы Мысықтар патшалығы сахнаға шықпай қалды. Осы Мысықтар патшалығың шығу керек еді. Анау сен деген Калмыков туралы жазған драматургия классика ғой деп айтатын еді апай. Соны сол шығармаңды берші деп Тұмар журналына, өзінің шығарып жатқан әдеби журналы болып, Тұмар деген, сол журналға шығарған еді. Осындай байланыста болдық. Бірақ маған Фариза апай дүниеден кеткеннен кейін 80 жылдығына орай продюсердің ұсынысы болды. Сол кісінің ұсынысыменен, Айнұр деген қыздың ұсынысыменен
Ол кісі ұсынды, мен бірақ айттым, мен уәде бере алмаймын, ойланайын. Мен жаза аламын ба, жаза алмаймын ба, Фариза сияқты күрделі тұлғаны мен білмеймін. Бірақ мен ойланайын дедім. Ол кісі маған айтты, сіз маған 14 декабрьде ұсыныс жасалды, сіз маған қаңтардың басында жазатыныңызды, я жаза алмайтыныңызды айтыңыз деді. Содан қаңтардың басында ол звондады, мен жаза аламын дедім. Өйткені біріншіден Фариза апайды өмірде көрген адамым, ол кісі маған таңсық емес. Бірақ Фариза апайды біз сыртынан білеміз, ақын екенін білеміз. Бірақ ол кісінің іші, ол кісінің күрделілігі, ол кісінің мұңы не екенін білмейміз ғой біз. Ол кісіні қалай шығара аламын? Сондықтан Фариза апайды мен өзімнің жақсы көретін ұлы ақындарым Ахматованы, Цветаеваны, Белла Ахмадулинаны үндестірдім. Ол кісі осылардың деңгейіндегі ақын. Ол кісінің табиғаты, жан дүниесі, ұстанымы, ерекшелігі, философиясы, осының барлығы осылармен үндес болып жатыр деп, осындай жинақталған апайдың образын жасадым. Енді мысалы кейде адамдар қызық қой. Олар Фаризаның депутат болғанын, ол кісінің жаңағындай ол Фаризаны көргісі келеді, өмірде өздері көрген Фаризаны көргісі келеді театрда. Бірақ көркем шығарма деген басқа ғой. Егер біз таза Фаризаның, біз білетін, басқа мұқым жұрт білетін Фаризаны ғана шығарсақ, мүмкін ол Фаризаны біз сахнада төмендетіп алған болар едік. Фаризаның біз білмейтін қаншама қыры бар. Фаризаның өзінің отбасындағы, Фаризаны бала шағасы, айналасындағы жақын адамдары білді деп айта алмаймын. Кез келген тұлғаны алыңыз, ол өнер тудырған тұлға болғандықтан ол жұмбақ. Оның жұмбағы өзімен бірге кетеді. Оның жұмбағын ол ішіне кіріп, ішінен шыққан балаң да білмейді оның жұмбағын. Ол сонымен ерекше, ол сонымен ақын, ол сонымен қасиетті. Ол сондықтан ешкімге ұқсамайды. Мен Фаризаның осы тұрғыдан, осындай қырынан келдім. Ол кісіні мынау 2010 жылы Фариза апай туралы бір Егемен Қазақстанға Фариза деген мақала жаздым. Сол мақаланы Фариза апай таңертең ерте жаңағы звондайды. Розажан, мынау мақалаңды маған облыстан звондап, солар айтты, апай көрдіңіз бе, сіз туралы мақала шығып Егеменде деп. Сен мен туралы мақала жазыпсың ғой. Мақалаң маған ұнады деді. Ол мақалада сол мақаланың интонациясы бар менің Фариза деп жазған шығармамда. Сол мақаланы неге ұнатты Фариза? Себебі Фаризаның жұмбағы, Фаризаның мұңына, Фаризаның ішіне үңілген едім. Фаризаның творчествосын бағалай отырып, творчествосын түсіне отырып, оның адам ретіндегі, ақын ретіндегі ерекшелігіне мән берген едім. Және Фариза апай айтты, мен туралы жазылған мақала аз емес, Розажан. Мен туралы жазылған мақала жетерлік, бірақ мен туралы жазылған мақаланың ішінде ерекше бір ұнайтын мақала ол Әбіш Кекілбаевтың жазған мақаласы. Сонан кейінгі сенің жазған мақалаң міне бүгін маған ұнады. Айналайын рахмет апаңа үңілгенің үшін, апаңды ұққаның үшін, саған бір ризашылығымды айтайын дедім деп. Сонан кейін апайдың бір 70 жылдығына қарсы мерейтойы болды. Сонда қазақтың талантты ақын қызы бар, Оңайгүл Тұржан деген. Сонда Фариза апай айтыпты, түбі Роза мен туралы пьеса жазады-ау.
деп. Онда менің сіздерге шынымды айтайын, мен пьеса жазу, Фариза туралы пьеса жазам деген үш ұйықтасам ойымда жоқ. Бірақ жаңағы анау Айнұр деген сіңіліміздің продюсер, соның ұсынысы болғандықтан осы Фариза драмасы дүниеге келді. Біз бұны өте жақсы қабылдады, Алматыда, Астанада. Сонан кейін Мәскеуде современникке шақырылды. Современник театрында қойылды. Ол қазақ театрларының жаңағы арманы современник сияқты үлкен белгілі театр сахнасына шығу деген. Мәскеуліктер керемет қабылдады. Жаңағы театр сыншылары, өнер қайраткерлері келді. Сондай үлкен бір жеңіспен үлкен бір жобаны іске асырдық. Сөйтіп Фариза апамыздың образы жасалды қазақ сахнасында. Яғни апамен ішкі бір үндестігіңіз осындай бір әдемі туындының дүниеге келуіне себеп болған екен. Ол жерде Фариза апамыздың әйел адам ретінде құпиясын көрсетуге, танытуға күш салғаныңызды байқадым. Роза апа, енді тағы бір сұрақ. Жалпы біздер оқушыларға мынандай шығарманы оқыңдар, классиктердің шығармаларын білу керексіңдер деп айтып жатамыз, оқытып жатамыз. Сіз оқушылар міндетті түрде оқу керек деп кімдерді ұсынасыз? Қандай ақын жазушыларды ұсынар едіңіз? Мысалы, бүгін келген қазақ әдебиетіне келетін, қазір келген, қаламы төселген жазушылар үшін біздің үлкен әдебиетіміз, ұлттық әдебиетіміз, ол біздің мектебіміз. Біз барлығымыз осы мектептен шықтық. Сонан кейін барып, тағы қандай керемет дүниелер бар екен, тағы қандай керемет жауһарлар бар екен деп әлемдік әдебиеттен, әлем әдебиетінде не бар екен деп әлемдік әдебиетке ұмтылдық. Сондықтан әдебиетте танылған, әдебиетте классикалық туындыға айналған шығармаларда мен барлықтарын оқыса деп ойлаймын. Енді менің өзім, мысалы үшін, маған ұстаз болған әрине, әуелден бастап айтсаңыз, сол ұлы Абай, Мұхтар Әуезов, Жүсіпбек Аймауытов деп айтуға сөйтіп бастап, сонау зар заман ақындарынан бастау алды. Қазақтың тілі, қазақтың көркем тілі, солардан үйрендім деп айтуға болады. Ал маған ерекше әсер еткен, менің тілге деген, көркем тілге деген махаббатымды оятқан ол Тәкен Әлімқұлов деген жазушы. Тәкен ағайды мен бағана айттым ғой сіздерге, мынау жаза алмай жүрген кезде, қалам қолыма, қаламым әлі жүрмей, дайын болмай жүрген кезде жаңа қобызды тыңдаймын деп. Сол сияқты мен осындай жазуға дайындық кезінде мен Тәкен ағайды міндетті түрде оқимын. Себебі Тәкен ағайдың Қара ойын, Көк қаршығасын, Сары жайлауын оқыған кезде ол маған бір қуат береді. Мен қайтардан аш қасқыр сияқты қайтардан жаңағындай жазғым келіп, қайтардан қомданып, жазуды сағынып, осы менің бір жүрегімнің бір кілтін ашады. Сонан кейін мынау мені әйел адамның жанына үңілдіруді, әйел адамның жұмбақ екенін, әйел адамның табиғатының ерекше екенін осыған үңілдірген бір ұлы жазушы, ол Стефан Цвейг. Мен сол мынау Казгуде оқып жүрген кезімде осы кісінің бірінші кітабы қолыма тиді. Бұл атақты жазушы, сіздер білесіздер, Нобель сыйлығын алған.
осы кісінің шығармасын оқығаннан кейін мен осы кісінің барлық шығармаларын оқып шығуға тырыстым. Барлық шығармаларын оқыдым. Себебі бұл солдай бір магниттай тарта бастады мені. Ал енді бізде әлем әдебиетінде ұлы жазушылар көп қой. Солардың ішінде менің барлық шығармаларым маған ұнайды. Әрине ол ұнайды. Оның кейбірін тіпті мен оқымаған да шығармын. Бірақ менің жаныммен үндес, менің жұмбағымменен үндес, мені оятатын, жазу дегенді бұлай жазу керек, кейіпкер деген ол бұлай деп менің есімді жинататын, қарабайырлыққа ұрындырмайтын ұлы шығармалар бар. Ол Толстойдың «Отец Сергийін» оқыған кезде мен осыны түсіндім. Әрине барлық басқа шығармаларын оқығандағы әсер бөлек. Анна Каренинаны немесе жаңағы Тургеневті оқыған кездегі. Ал бірақ сол үндеулердің арасынан сен өзіңнің табатын бір дүниең болады. Сені оятатын, сені ұстатпайтын, сені сергітетін, саған басқаша талап қоятын, маған басқа талап қоятын, маған жоғары деңгейде талап қоятын ұлы тұлғалардың шығармалары бар. Қолға ілінген нәрсені оқи бермеу керек. Жазушы болам деген адам, ол өзін есейтетін, өзін оятатын, өзін алға жетелейтін, өзінің мақсатына жеткізетіндей шығармаларды іздеп табу керек. Соныменен тәрбиелену керек деп ойлаймын. Рахмет, Роза апай. Кез келген нәрсені сұрыптап, сараптап, жанына жақынын ләззат алатындай шығармаларды оқи білу керек дейсіз ғой. Енді соңғы сұрақ сізге. Сіз Семей қасіреті жайында шығарма жаздыңыз. Енді бір қазақ тарихындағы тағы бір үлкен бір қасіретіміз ол желтоқсан оқиғасы. Бір сұхбаттарыңыздан байқадым, сіз желтоқсан оқиғасына қатысқан екенсіз. Сол себепті тіптен сізге беріліп тұрған жолдамадан айырылып қалған екенсіз. Осы жайында алда осындай бір үлкен бір жастардың патриоттығымен, қанымен, жанымен келген тәуелсіздік мерекесі келе жатыр. Осы жайында не айтасыз? Бұл өте үлкен тақырып және саяси тақырыптардың бірі. Өзінің әлі бағасын алып тарихта үлгермеген тақырып деп ойлаймын. Мен сияқты біз ол кезде студентпіз. Сол кездегі 86-шы жылға менің студент кезімдегі болған жағдай ғой. Мен ол кезде жаңағы 5-ші курсты тамамдаймыз деп жатқан кезіміз, диплом қорғаймыз деп жатқан кезіміз. Бұл бүкіл қазақ жастарының селт етіп бас көтеріп ішкі бір протесттің сыртқа шығып кетуі, ішкі бір күйінішінің от алып кеткен тұсы. Сондықтан өкініш көп, өйткені ең жақын деген достарыңды жоғалтасың, көзқарасыңның сәйкессіздігінен, бір көзқараста болмағандықтан. Ең жақын деген адамдармен жаңағындай айырылысасың, мүдде басқа болғандықтан. Ондай қиындықтар болды, менің басымнан да өтті. Мен сияқты қазақтың қыздары, мен сияқты қазақтың жастарының барлығының басынан ол қиындық өтті. Мен де солардың бірімін. Бірақ біздің сол кездегі арманымыз не еді? Ол жаңағы Қонаевтың орнынан кетіп, басшылықтан кетіп, басқа бір ұлттың өкілінің Қазақстанды басқаруға келуіне деген қарсылықтан туды. Барлығымыздың арманымыз сол кездегі желтоқсанға қатысқан жастардың қазақ елін қазақ ұлты басқарса, қазақ елінде
қазақ елінің өзінің өз тәуелсіздігін өзі қолына алса, өз тілінде сөйлеп, өз ұлты басқарған кемелденген бір азат ел болса деген арманнан шықты. Біз ол күнге жеттік, иншалла. Тәуелсіздікті көрдік, тәуелсіздігімізге қолымыз жетті. Басшымыз өзіміздің ұлтымыздан болды. Жақында өзіміздің ұлтымыздан сайланды. Қазіргі президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Енді осы арманға қол жеткіздік. Енді қазақ өзі не істеу керек? Біз не жасауымыз керек? Біз не жасай алмай жатырмыз? Мен не жасауым керек? Мен жазушы ретінде, суреткер ретінде нені жазуым керек? Басқа кәсіптің, басқа мамандықтың иесі, ол ұлтым үшін, ол ұлт үшін не істеу керек? Мен жасауым керек, ол жасауы керек. Әлгі мен жанбасам, сен жанбаса, ол жанбаса, аспан қалай ашылмақ дейді ғой. Сондықтан әркімнің санасында, әркімнің алдыңғы қойған мақсатында осы мәселе ең бірінші тұру керек. Менің жасауым керек, мен жасауым керек. Неге маған жасап бермейді, неге маған жоқ, неге мен анау сияқты емес, неге мен мынау сияқты емеспін? Емес. Мен мынау еліме мен қалай қызмет етем? Қолымнан менің не келеді? Осыны ойлайтын уақыт келді. Ол баяғыда келген. Ол біз тәуелсіздік алған кезде біз қуандық қой. Бөркімізді аспанға атып жаңағы. Енді сол тәуелсіздікті ұстай білуіміз керек. Тәуелсіздігімізге қызмет етуіміз керек. Мынау келе жатқан тәуелсіздік мейрамымыз 16 желтоқсандағы әр қазақ отбасында ұрпағыменен ойлану керек осы. Тәуелсіздігіміз біздің оңайлықпен келген жоқ қой. Тәуелсіздік қиындықпен келді. Сол қиындықпен келген тәуелсіздігімізді, азаттығымызды мәңгілік ету үшін әр қазақ баласы қызмет ету керек. Мен де сондай қазақтың бірімін деп ойлаймын. Балалар, ұстаздар. Дұрыс айтасыз, Роза апай. Әрбір мен қазақпын деген ұлтжанды азаматтың көкейінде тұру керек нәрсе. Даяр асқа тық қасық болмай, сіз айтқандай мен не істей аламын, мен не бере аламын, әрқайсымыздың көкірегімізде тұру керек. Енді біздің сұхбатымыз соңына қарай таяп қалды. Қазір апайға өзінің тілегін, лебізін айтатындар бар ма екен? Оқырмандардың арасынан, тыңдармандардың арасынан. Мен айтсам болады ма, апай, саламатсыз ба? Зару, иә? Роза апай, иә. Айта ғой. Сіздің жаңағы өмір жолыңызды тыңдадым, жаңағы айтқандарыңыздың барлығын тыңдадым. Жалпы көптеген шығармаларыңызды оқыдым. Маған сондай керемет әсер берді. Жаңағы өзіңіздің айтқан өмірбаяныңызда бір шым-шытырық оқиғаларға толы екен. Және сіз ең мықты қыз екеніңізді, жаңа батыр, қайсар қыз екеніңізді көп жерден байқадым, сөздеріңізден аңдадым деген сияқты. Сізге қояр сұрағым және де тілегім бар. Сұрағым ол жаңағы айттыңыз ғой, актрисалық өнерге әкем мен анам қарсы болды деп. Негізі белгілі бір арманға жету үшін адамға бір себепші болады, негізі бір мотивация туындайды, немесе бір адам себепші болады деген секілді. Сізге актрисалық өнерді таңдауға, осы жазушылық өнерді таңдауға кім себепші болды? Біз семьяда 6 бала болдық. Сол 6 баланың ішінде әлгі ер төстігім бір төбе дегендей, ата-анам маған деген құрметі бала кезімнен өте керемет болды. Өйткені мен атаммен әженің қолында өстім. Басқа балалар сияқты өздерінің қолында өскен жоқпын. Сосын менің анау сөз саптауым да, сосын жаңағы балалығыма қарамай, жаңағы әлгі қазақша айтқанда мұрнын сүрте алмай отырып, ақыл айтқыштығы, сондай бір үлкендерден алған бала болып тұрып, үлкендердің сөзін сөйлейді ғой. Кішкентай баланы өздерің әженің қолында өскен баланы көрсеңдер,
атасы мен әжесінің интонациясымен сөйлейді ғой маңайының барлығына. Солар сондай ерекше көрген болу керек ата-анам. Мынау Алматыға барған кезде грамм пластинкаларды алып келеді. Онда жаңағы батырлар жыры, сонан кейін мынау спектакльдерді, радио спектакльдер жазылған. Соны грамм пластинкамен шығаратын сол кезде. Сонан кейін ең керемет деген фильмдер келеді. Сол фильмдерге жұрт жаңағы билет болмайды. Бір-екі күнде ол кетіп қалатын болады жаңағы. Соған әкем мені алып баратын. Балалардың ішінен мені ғана ертіп алып баратын. Менің әлде өнерге, әдебиетке жақын болатынымды сезді ме екен екеуі. Содан жаңағы анау грамм пластинканы алып келеді. Әуезовтің еңлік кебек пьесасын оқиды. Жаңағы әлгіні кемпір шалдардың бәрі жиналып алып отырып оқиды, тыңдайды, содан жылайды. Кейбір жерінде еңлікке айтып қояды, жаңағы ей соры қалың сорлай, нең бар еді кебекте деп қояды, жаңағы көз жастарын сүртіп. Соның бәрін тыңдап отырамын. Грамм пластинканы тыңдаймын. Грамм пластинканың дауысына өзімнің дауысымды салып, еңліктің рөлін Бикен Римова апай ойнайды. Соны Әуезовтің көп томдықтарын ашамда, еңлік кебек пьесасын тауып аламда, еңлік кебектің айтатын Жапалдың, кебектің сөздерін жаттаймын. Үйде елен жуып жүрем дағы, жаңағыны жаттаймын. Сосын грамм пластинкадағыдай бірдей шығатындай қылып ойнаймын жаңағыны. Еңлік болып ойнаймын, кебек болып ойнаймын, есен болам, Жапал болам. Сөйтіп жүріп мектепке барам. Мектепте труд деген, еңбек деген сабақ болады біздің кезімізде. Сосын жаңағы еңбекте әркім әртүрлі ерігіп тұрады, бір-бір шегені ұстап. Сосын айтамын, ал сендер еңлік кебекті оқыдыңдар ма? Оқыған жоқпыз, оқымасаңдар тыңдаңдар деймін, жаңағы қоямын. Сөйтіп, өнерге қызығушылық, сыныптағы достарымды мойындату, ауылдағы айналаңдағы достарымды мойындату, үлкендердің мейірімін алу, олардың жаңағындай үмітін ақтайтындай болып өсу, осының барлығы қоршап келіп, ақырында жаңағы бүгінгі күнді айтып жүр ғой, лидер болу керек, лидерлікке дайындаймыз деп. Сол мен ойлаймын, сол бала кезімде, сол маңайымда олар әдебиетке құмартып, кейіннен Роза, сен берші сол кітапты, Әуезовтің сол кітабын бізде оқиық. Сен өзің мына оқыған кітапты бізге берші деп, жаңағындай олардың сыныптастарымның арасында құрметке айналуым. Сол үлкен мақсат қойсаңыз, үлкен мақсатқа Алла міндетті түрде қол жеткізеді. Адам мақсат қоя білу керек. Жақсы мақсат қоя білу керек. Көп іздену керек. Көп ізденсең, міндетті түрде қол жеткізесің. Арманға қол жеткізбеу мүмкін емес. Және сен бала кезіңде армандаған арманыңа міндетті түрде қол жеткізесің. Жақсы, мен актриса болғым келді, бірақ маған рұқсат етпеді. Бірақ менің арманымды Алла естіп қойған ғой. Мен кейіннен журналистика факультетін бітірдім. Онан кейін драматургия жанрына келем деп мен ойлаған жоқпын. Менің әңгімелерімді оқып отырып, жаңағы режиссерлар, мынау драматургиялық бер, мынау спектакль ғой, мынау дайын пьеса ғой деп, мені драматург қылған ол режиссерлар. Ақырында сол режиссерлардың айтуымен, солардың қолдауыменен мен театрға келдім, сөйтіп жаңағы әртістердің ортасында топ ете түстім. Өзім бір кезде арман болған. Сондықтан арманды сіз армандай білсеңіз, қай қырыменен келетініңізді білмеймін. Әйтеу сіз сол арманға қол жеткізесіз. Рахмет Зәру сұрағына. Роза апай, жауабыңызға да үлкен алғысымызды білдіреміз. Жалпы осы кездесудің ең басты идеясы балалар, зиялы адамның, зиялы жазушыларымыздың сондай бір ортаның әңгімесін тыңдасын, білсін деп, былтыр оқушыларымыз білсін деп, мектебіміздің басшысы Нұрбек Қамбарбекұлы бұл дәстүрді өткен оқу жылынан бастаған. Баяғыда жаңағы
қарт кісілер, аталар, әжелер, немерелерін дастарханның шетінде жаңағы әңгімені тыңдап отырсын әкеліп қоятын болған ғой. Енді мына қазір заманауи әйтеуір онлайн болса да осындай конференцияларды ұйымдастырып, былтыр мектебіміздің оқушылары ғалым, абайтанушы Омар Жәлелұлымен кездескен болатын. Соның ізін жалғап, сізбен кездесуді идея тастап, осы іске жұмылдырып жатыр. Бұл жалпы біздің қара шаңырақта бұрынғы басшыларымыздан бар үрдіс. Соны әдемі жалғай білген мектебіміздің басшысы Нұрбек Қамбарбекұлына сөз кезегін бергім келіп отыр ағайға. Екі ортада айта беріңіз ағай. Рахмет. Дауысым естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Естіліп тұр. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, және біздің қадірлі қонағымыз Роза Қажығалымқызы. Бүгін керемет мағыналы сұхбат болып жатыр. Осы кездесуді негізі біздің қазақ тілі пән мұғалімдері ұйымдастырған болатын. Жалпы Роза Қажығалымқызы алтын уақытыңызды бөліп, біздің мектеп оқушыларымен, ұстаздарымызбен, тек қана біздің мектеп ұстаздары емес, Ақтөбе облысында ұстаздары қатысып отыр. Осы тәуелсіздік мерекесі аясында осындай тамаша кездесуге келіскеніңіз үшін алғысымды білдіремін. Еңбектеріңіз көпшілік оқырманның көңілінен шықты, театр сахналарында қойылып жатыр. Және де жақында ғана халықаралық Францияның Кафка сыйлығын иегері болдыңыз. Мен ойлаймын, жалпы қазақ елі үшін бұл үлкен жеңіс, жетістік деп білемін. Көп рахмет. Осы кездесуіміз тікелей эфир сақталады. Қазір қатыса алмаған көрермендер кейін қараса да болады, YouTube арнамызда болады. Мектеп әкімшілігі атынан Роза Қажығалымқызы, сізге зор денсаулық, шығармашылық табыс. Әлі де тамаша туындыларды жазуыңызға тілектеспіз. Көп сізге рахмет. Роза апай, келелі сұхбатыңыз үшін біздің оқушыларымызға, ұстаздарға, тыңдап отырған әріптестерімізге, жалпы Ақтөбе жұртшылығына сондай бір ғибраты мол, тағылымды сұхбат болды деп ойлаймын. Келелі сұхбат болды, салиқалы сұхбат болды. Жалпы сонымен бірге мына жерде осы сізбен біздің ортамызда көпір болған Бали апайға да үлкен алғысымды білдіріп кеткім келіп отыр. Және бізді қолдаған бірлестігімізге, қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдеріне ризашылығымды білдіргім келеді. Өзіңіз айтқан екенсіз, жазу ол мінәжат дейді. Яғни осы бір саф өнерге, әдебиет өнеріне деген қызметіңіз тоқтамасын. Жазу бақыт деп айтасыз, бақытыңыз ортаймасын. Әкім ағамен бірге балаларыңыздың қызығын көріп, шад-шадыман ғұмыр кеше беріңіз. Көп рахмет. Сау болыңыз, Роза апай. Рахмет, қадірлі ұстаздар. Мен бүгін кездесуге шақырғандарыңызға ризашылығымды білдіремін. Амандық тілеймін, ел аман болсын, жұртымыз аман болсын. Мына кездесу зиялы қауыммен, соның ішінде ақын жазушылармен, кино режиссерлармен, театр режиссерларымен кездесу керек деп ойлаймын. Себебі бұл тұлғалардан тәлім алу, тұлғаларды тірідей көру, солардың дауысын есту, солардың әңгімесін тыңдау бізді есейткен сол студент кезіміздегі үлкен кездесулер мысалы маған қатты әсер ететін. Біз бала кезімізде, студент кезімізде Ғабит ағайды, Мүсіреповті көріп, мынау қандай ұлы жазушыны, мен мынаны мектепте оқыған едім ғой мына кісінің шығармаларын. Мына кісіні мен енді тірідей көріп тұрмын ғой деп. Әбу Сәрсенбаевты, Асанәлі Әшімовтерді, енді мына кешегі дүниеден кеткен Фариза апайды, Әбіш ағайларымды, Сайын Мұратбековті, Әкім Таразиді, Қалихан Ысқақовты, осындай ірі тұлғаларды ұстаздардың ол міндеті деп ойлаймын. Өйткені бұл біріншіден ұрпақтың сабақтастығы, екіншіден оларға шын мәнінде мынау Қадыр ағай бір күні Казгуге кездесуге келді. Содан студенттер бәріміз шығып бара жатсақ, Қадыр ағай жаяу, Мырзалиев аялдама жақта кетіп бара жатыр екен. Мен тұра қалдым. Мынау кетіп бара жатқан Қадыр ағай ғой. Қадыр ағайдың артынан еріп келе жатырмын. Анау қырш-қырш етіп жаңа қалың қарға ізі түсіп жатыр. Соны бүйтіп қоямын да, мынау Қадыр ағайдың ізі ғой, мына ізді мен басайыншы, мынау қасиетті із ғой. Мынау ұлы ақын Қадыр Мырзалиевтің ізі ғой деп келе жатыр. Сонда махаббат,
әдебиетке деген, өнерге деген, ақынға деген, тұлғаға деген үлкен құрмет. Менше біз осы құрметті оятуымыз керек. Біз қазір жаңағы әлгі Абай атам айтқандай шөптелең, шөңгеделең деп, қазір телевизорға шыққанның барлығын, телеэкранға шыққанның барлығы тұлға емес қой. Біз сіздердің, ұстаздардың міндеті нағыз біздің үлкен, ұлы, қасиетті адамдарымызды оқушылармен, шәкірттермен кездестіріп отыру, олардың жаңағы арманына жол ашады, олардың қиялын жетелейді деп ойлаймын. Бүгінгі менімен кездесу жасағандарыңыз үшін басым ием, талантты шәкірттеріңіз көп болсын. Мынау үлкен қасиетті мектеп екен, дарынды балаларға арналған мектеп екен. Мектептеріңіздің мынау қазақтың мықты осындай дарындылардың дарындыларын дайындаған үлкен қара шаңырағы аман болсын. Сіздерге көп рахмет. Аман болыңыздар. Рахмет. Әумин. Жақсы, сау болыңыз апай. Аман болыңыз. Сау болыңыз. Рахмет. Көп рахмет. Тамаша сұхбат болды. Сау болыңыздар, керемет сұхбат болды. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.